Біздің төртінші әңгімеміз спорттағы мақсаттар, мотивацияның көпеялары және қалай спорттық жолда рахаттана аласың. Осы туралы болмақ. Әрқайсымыздың түрлі тәжірибеміз және спорттық жолымыз бар. Бірақ жақсы нәтижеге деген ұмтылысымыз бірдей. Бұл әрине кез келген басқа іске де қатысты. Қолынан келетін іспен айналысу адамға ұнайды. Себебі оның табиғи қабілеттері ашылады және өзінің потенциалын іске асырады. Спортпен айналысқанда адам өздерінің өте жақсы көрсете алады. Алайда армандайтын нәтижелерге қалай жетеміз? Алдымен әр спорт түрінде процесс және нәтиже бар деп түсіну керек. Процесс әртүрлі болады. Футболдың матчы, боксшылардың жарысы, шахмат ойыны, жеңіл атлетиканың жүгіруі және тағы басқалар. Дегенмен, кез келген процесс аяқталғанда нәтиже болады. Ал бұл нәтижені біздің ата-аналарымыз, бапкерлеріміз, жанкүйерлеріміз және де өзіміз бағалаймыз. Біз үшін бұл маңызды. Ал кейде тым маңызды болып, біз басқа адамдардың бағасынан қорқатын боламыз. Не пайда? Біз осы тәуелділігімізден босауымыз керек. Нәтижелерге қарамастан, тұлға ретінде өз бағаңды білу. Кез келген жеткен нәтиже, әсіресе жеңілістер сенің бағаңды төмендетпейді. Біз нәтиже туралы ойлағанда, назарымыз әлі болмаған болашаққа ауып кетеді. Біз әртүрлі суреттерді көре аламыз. Мысалы, бізді ата-аналарымыз құттықтайды, қандай жүлдере аламыз, турнирдің кестесінде қай орында боламыз. Мұның бәрі болашақтың еншісінде. Ал дәл қазір менің жақсы қадам жасауым керек. Допты қабылдауым керек. Элементімді жасауым керек. Я соққымды беруім керек. Ең маңызды нәрсе не деп ойлайсыздар? Сенің жетер нәтижен дәл осы сәттегі зейініңді жақсы сақтауына байланысты. Біздің нәтижеге жетуіміз өзіміздің жақсы әрекеттерімізге сәйкес келеді. Мен атымның арбаны қалаға жеткізгенін қаласам, атымның қарны тоқ, күші мықты болуы керек, және де арбаның күйі жақсы болуы керек. Әрекетте ойлаудың орнына біз тек нәтиже туралы ойласақ, бұл арбаны аттың алдына қойғанмен бірдей. Сондықтан ең бірінші үйренетін нәрсе процеске назар аудару. Бұл жаттығуға да, жарыстарға да қатысты. Тағы да бұл жерде процестен рахаттану да бар. Спорт баспалдағымен көтерілгенде, сен үздіксіз өз қабілеттеріңді және дарыныңды ашасың. Бұл шексіз процесс қой. Келесі әр сәтте бір нәрсені жақсырақ жасағанда, мен өзімді жақсырақ сезінемін және өсіп дамимын. Бұны сезінсем, мен рахаттана аламын. Мен өзімнің дағдыларымды жақсарту кезінде зергерге ұқсаймын. Зергер өз бұйымдарымен жұмыс істегенде детальдарды зерлейді, жонады, кеседі, жөндейді, сәндейді. Біз де солай істейміз. Біздің ерік-жігеріміз, деніміз, бұл рухымыз осы процесте бекиді. Бұл рух бізге қиындық пен ауыр кезеңнен өтуге, эмоционалдық толқыныстар мен сындардан сынып қалмауға және де бізге болашақтағы қиындықтарға дайын болуға көмектеседі. Өзіңнің әлсіз тұсыңды жеңу бұл жеңіске деген тағы бір жол. Мен әркез қиындықпен кездескенде, жаттығуда немесе жарыста мен осы қиындықтан өте аламын. Мен одан күштерек бола аламын және оны жеңетін жақсы тәсіл таба аламын. Сонында
мен өзіме сенімді бола аламын. Сен өз спорт түрінде неден рахаттанасың? Өзіне не ойнайды? Бұл туралы ойла. Ал сосын қызыға істейтін нәрселерді тап. Қызыға ойнасан, тіпті жеңілсең де, жеңгендей боласың. Әр спортшы кейде жеңіледі. Бұл оларға өсуге көмектеседі. Дегенмен, жақсы азарт пен драйвты сақтайтын спортшы өзін мықтырақ сезіне алады. Спортпен айналысқанда, біз сыртқы және ішкі нәтижелерге жетеміз. Сыртқы олар басқа адамдар оңай көре алатын және бағалайтын нәтиже. Мысалы, турнирлер кестесіндегі ұпайлар, соққан голдар, жеңген ойындар саны, немесе минут пен секундтағы прогрестер. Бірақ сыртқы нәтиже ол біздің ішкі нәтижелерімізбен сәйкес келеді. Мысалы, біз қорқынышымызды немесе жалқаулығымызды жеңсек, басқа адамдар соны байқай алады. Немесе менің табандылығымның, жігерімнің жемісі. Менің ішкі қабілетім, мен дағдымды дамытуға деген қалауым бар болса, бірте-бірте ол нәтижелерге айналады. Бірақ менің мақсатым тек рейтинг, медальдар, ұпайлар болса, менің жолым қиын болады. Себебі мен процесс туралы ойламаймын. Назарым тек болашақта болады, және де мен үшін қателесу оңайырақ. Қойылатын мақсат бұл тек ұзақ жолдың бір бөлігі. Бір жол бітсе, жаңа жол басталады. Ал мақсатым бұл тек өз жетістігімді өлшеу үшін тоқтайтын аялдама. Нені түсіну керек? Саяхаттаушының көзімнен қарап көрейік. Егер ол тауларға шықса, ол жолды таудың етегінен бастайды. Ал алдында таудың ең биік шыңын көреді. Ол бірден биік шыңға шығуға тырысса, оның қолынан келмейтіні анық. Алайда жақында орналасқан баспалдақтарды байқай алады. Олармен көтерілсе, ол биік шыңға жақындай түседі. Үлкен мақсатты көрсе, және де сол жерге жақындататын қадамдарды көреді. Көтерілген сайын ол өзі жеткен мақсаттан рахаттанады. Бірте-бірте оның жолы қалыптасады. Кез келген жолдағы қиындық кезінде саяхатшы бұл мақсатқа қалай жетемін деп өзіне сұрақ қояды. Кедергіде не істеймін? Әр кезде әртүрлі жол іздейді. Саяхатшы өзі шыға алмайтын асқар тауды таңдаса, оған жолда қиын болады. Егер ол тым аласа тауды таңдаса, оған өте жеңіл әрі қызық емес болады. Жолда және алатын қиындықтар болу керек. Саяхатшы шыңды бағындырса, ол өткен жолына көз жүгіртіп бағалай алады. Мақтаныш сезімі кеудесін керіп, қанағаттанып, ол келесі шыңға көз салады. Жолда не істеу керек? Керек сәтте күш жұмсау, басқа сәтте демалу. Саяхатшы алдындағы ұзақ жолда өзінің күшін ақылмен жұмсайды. Тағы да оның жанында серігі болса, тіпті жақсы. Бір-біріне қажет кезде көмектесе алады, және қуанышын бөлісе алады. Біздің әңгімемізді аяғында мен сені қолдағым келеді. Не айтқым келеді? Сен айналысатын кез келген спорт түрі сенің өміріне көмектеседі. Сенің бойында тәртіп, мақсатшылдық, сенімділік, ерік-жігер, жеңіске деген ұмтылыс, қиындықтарды жеңе білу секілді аса маңызды қабілеттерді дамытады. Егер сен спортпен айналыса бастасан, сені ұзақ жол күтеді. Егер сен күткен нәтижеге жетпесең, бұл қалыпты жағдай. Ұнатсаң, тек жалғастыра бер. Жолда пайда болатын қиындықтарды байқап,
және де оларды жеңуді үйрен. Кейде оларды жеңуің керек, ал кейде басқа бағытты таңдауың керек. Ал басқа кезде айналып өтуің керек. Немесе бір қадам артқа, ал сосын 2 қадам алға жасауың керек болады. Табыстың ең маңызды факторы сенің үнемі жасайтын әрекеттерің және жүйелілік. Біреудің табиғи қабілеті көбірек, сәйкесінше азырақ тырысады. Ал біреудің табиғи қабілеті азырақ, сәйкесінше ол көбірек тырысады. Сондықтан көп еңбектенетін адам ұзаққа бара алады. Өзінің табысыңды байқа, өзінің жетістігіңді жина, сақта. Сенің есінде көп қуанышты сәттерің сақталсын. Олар ылғи сенімен бірге болады. Сен керек сәтте олар туралы есіне түсіре аласың. Олар сенің сенімділігіңді көтереді. Есінде болсын. Табыс көп сәтсіз әрекеттерден шығады. Біз қай әрекеттің сәтте екенін білмейміз. Сондықтан, егер сенің қолыңнан келмесе, сен тағы бір рет жаса аласың. Саған ешкім тыйым сала алмайды. Қолыңнан бәрі келеді. Назарына рахмет. Сәттілік серік болсын.